Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Абылайхан атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Базарбаева Айнұр Қуанышқызымын. Интернет желісіндегі Google Classroom қосымшасы арқылы онлайн курсын оқытуға болады. Бұл курста оқушылар арнайы кодпен тіркеліп, сол код арқылы берілген тапсырмаларды орындап шығады. Сол тапсырмаларды мен бағалау критерийлері арқылы оқушылардың жұмысын бағалаймын. Пайдаланушылар тізіміне қарай отырып, қай оқушының тіркеліп отырғанын, қай оқушының тіркелмей отырғанын да анықтауға болады. Егер де оқушылар мен мұғалімдер Classroom-ның мобильді қосымшасы арқылы тіркелетін болса, онда оны App Store немесе Play Market жүктемелерінен жүктей алады. Басқалай Classroom google.com сайтынан тіркелуге болады. Мұнда қарап отырғандарыңыздай, жетекшілердің, яғни мұғалімдердің балаларға тапсырма беру үлгісі болып табылады. Мысалы, 4-ші тоқсанда 8-ші сыныпқа өткізілетін Тахауи Ахтановтың Күй аңызы шығармасы, шығарманың 2-ші сағаты. Оқу мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу болып табылады. Бұл оқу мақсатына негізделген тапсырма 3 шақты күнделік әдісі. Бұл әдіс арқылы оқушылар шығарманы ұлттық мүдде тұрғысынан ашады, талқылайды, тұжырымды ойларын дәлелдейді. Мұнда біз, яғни тапсырманы енгізгеннен кейін оған баға береміз. Яғни максималды баға 5 балдық шкала болып табылады. Және енгізу мерзімі бұл бізде 24 наурыз сағат 2-ге дейін. Оны әр мұғалім өзі әртүрлі уақытқа қарай енгізеді. Және де бағалау критерийлерін орналастырады. Бұнда бағалау критерийі бойынша бірінші, шығарманың идеясы мен пафосын анықтайды. Ұлттық мүдде тұрғысынан талдайды, мәтіннен дәлел келтіреді. Мұндағы мысал, бұл оқушылардың, яғни мұғалімдер жіберген тапсырмаға жауабын тіркеу үлгісі болып табылады. Яғни мұғалім кіргеннен кейін, мұнда мұғалімнің берген тапсырмасын ашамыз, оны жүктеп, сол мысалы берген таблица, яғни кестеге өз жауабымызды жазып, қайтадан оны жүктейміз, яғни моя работа батырмасын баса отырып. Жіберу. Осымен оқушылардың, яғни жіберу аяқталады. Кейіннен мұғалімдер оқушылар жіберген тапсырмаларды ашады да, оған өздерінің бағасын береді, яғни тексереді, бағалау критериймен салыстыра отырып, және де жеке комментарийлер жазуға болады. Ол комментарийде ненің дұрыс емес, және де ненің толықтыру қажет екенін оқушыларға түсіндіреді. Кейін бағасын беру арқылы қайтадан оқушыға қарай жібереді. Оқушылар кейіннен тағы тапсырманы аша отырып, мұғалім жіберген комментарийді және де өздерінің бағаларын біле алады.